Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қатпарлы қамырдан етті бәліш дайындаймыз. Осындай дәмді бәліш үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бәліштің құрамына ұн, сары май, жұмыртқа, қаймақ, тұз және де қопсытқыш қажет. Ең алдымен ұнды бір ыдысқа салып аламыз, оның үстіне сары майды салып, ұнтақ жасаймыз, яғни крошка жасаймыз. ұн мен майдан осындай крошка жасаймыз, оның үстіне қопсытқыш қосамыз. Бір жұмыртқаға 2 жұмыртқаның сарысын қосып, оның үстіне тұз қосамыз, барлығын жақсылап араластырып, осы массамызға құямыз. Одан кейін қаймағымызды қосамыз, мен 20% қаймақ қостым. Енді жұмсақ қамыр елейміз. Бастапқыда қамырымыз бірікпей жатқандай көрінуі мүмкін. Егер де бірікпей жатса, тағы да сәл қаймақ қосеруге болады. Қамырымыз осындай жұмсақ болып еленуі керек. Одан кейін салафанға салып, қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. 30 минут қамырымыз демалғанша біз салмасын дайындаймыз. Менде тартылған сиыр еті және де оның үстіне ұсақтап туралған картоп пен пиязды қосамын. Енді тұз қосамыз және де аздап қара бұрыш қосамыз. Енді сәл ғана су құямыз және де жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырсаңыз да, қасықпен араластырсаңыз да, оны өзіңіз білесіз. Протеиніміздің барлығын дайындап аламыз және де қамырымызды тоңазытқыштан алып, 2 бөлікке бөлеміз. Астыңғы бөлігі сәл үлкендеу болу керек, бетіндегі бөлігін біраз кішілеу қыламыз. Енді қамырымыздың астыңғы бөлігін жаямыз, біраз ұн сеуіп аламыз, жұп-жұқа қылып, домалақ қып жаямыз. Осылай жұқа қылып жайып алып, протеинға саламыз. Қамырдың астына пергамент қағазын салсаңыздар да болады. Енді ортасына салмамызды салып, барлық жеріне жайып шығамыз. Енді қамырымыздың кішілеу екінші бөлігінде тура жаңағыдай домалақ қылып, жұқалау қылып жайып аламыз. Енді осыны бәлішіміздің бетіне саламыз. Енді үстіңгі қамыр мен астыңғы қамырды біріктіреміз. Осылай біріктіріп аламыз. Енді тура ортасын осылай тесеміз. Енді бәлішіміздің шеттерін әдемілеп өреміз. Осылай әдемілеп өріп аламыз да бетіне жұмыртқа жағамыз. Енді бәлішімізді духовкада 180-200 градуста қызарғанша мөлшермен 30-40 минутта пісіріп аламыз. Тура осындай жұп-жұмсақ дәмді қатпарлы бәлішті менің каналымнан көре аласыздар. Рецепті әдеттегідей описанияда қалдыратын боламын. Егер де рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.